Жүрегі ояу, жастар, ағалар, бір шара қолданайық халық үшін. Ассалаумағалейкум, мен Мағжан, Таймс-скверден сіздерге жалынды сәлем. Мен сіздерге бір кішігірім өзімнің ішкі жан дүниемдегі айқамды айтып жүрейін. Былайша қарап тұрсаң, мен сырт елде жүрмін да. Мысалы, Қазақстандағы қазіргі жағдай сырт көзбен қарағанда өте нашарлап бара жатыр. Мысалы, митингтер көбейіп бара жатыр. Мысалы, Әбіләзовтың тырысып жатқан істері. Соңғы митингтерде ОМОНдар халыққа кәдімгідей қол көтеріп жатыр. Ол жақсы емес. Қазақстанымыз азаматтық соғысқа кетіп бара жатыр. Азаматтық соғыс болса, Қазақстан жарты ғасырға артқа қарай секіреді. Неге қазақтың жұлдыздары, қазақтың батырлары, қазақтың кәдімгі беделді кісілері үндемей қалып отыр? Неге жұлдыздар шеруге шығып, биліктен тәтті өмір сұрамайды? Неге сіздер шығып өз пікірлеріңізді айта алмайсыздар? Мысалы, сіздерді халық асырап отыр ғой. Халық той жасайды, халық кәдімгі күшті мейрамдар жасайды, сіздерді шақырады. Құдай сақтасын, ертең соғыс болып, бірдеңе болып кетсе, бірінші аштан қалатын сіздер ғой. Жүрегі ояу, жастар, ағалар, бір шара қолданайық. Хайп үшін емес, мүмкін халық үшін, халық үшін, халық үшін, халық үшін, халық үшін, халық үшін. Жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.